Ассалаумағалейкум қазақ елі, менің есімім Ризабек, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздердің назарларыңызға Нұрмұқасанның әні «Бір ғасыр» қабыл алыңыздар. Жылдар жылжып, ғасыр өтіп барады, өткен күннен нелер есте қалады. Тоқсып жатқан тағдырлар, адасып өткен сан жылдар, айтылмай қалған шындық пенен аңыздар. Зар жылатқан көсендер, адастырған шешендер, жырлайын мен жырлап берші десеңдер. 20-шы ғасыр келген кез еді, ел басқарған ақ патшаның өзі еді. Қазақтар малға бай еді, төрт түлігі сай еді, көңілдері сар жайлаудай жай еді. Тып-тыныш жатқан ел едік, қаз мен қарта жеп едік, бүгінгіден санымыз да көп еді. 17-ші жылдар келіп өзгерді, ақ патшаның зұлымдығын ел көрді. Қазақтарды жабайы деп санапты, сорлы патша оңбады, большевиктер қорлады, өлгеннен соң салынбапты қорғаным. 17-ші жылдар келген кез еді, ел басқарған ұлы Ленин өз еді. Жетістікте ойладық, қойдай қудық байларды, басымызды бостандыққа байладым. Қызыл туды көтердік, молдаларды кетірдік, Құдай жоқ деп жер жүзіне лепірдік. Жылдар өтіп Ленинге де өзгерді, Ильичімнің жамандығын ел көрді. Қолын босқа сермепті, жер берем деп бермепті, коммунизм болмайтынын білмепті. Адастырды халықты, жиналыстан жалықтық, барлық жерге ескерткішін салыппыз. 20-шы жылдар келген кез еді, ел басқарған Сталиннің өз еді. Сталин колхоз орнатты, Сталин оттан қорғапты, халқымыздың жауларын да зарлатты. Сталин завод салыпты, Берлинді де алыпты, әкесіндей oldu Сталин халықтың. 57-ші жылдар келіп өзгерді, Сталиннің зұлымдығын ел көрді. Тығып бастап астықты, қолдан жасап аштықты, қазақтарға көрсетіпті қастықты. Халыққа жау деп талайды, түрмеге де қамайды, жақсыларды аш қасқырдай талайды. 50-ші жылдар келген кез еді, ел басқарған Хрущевтің өз еді. Лагерлерді жапқызды, Берияны атқызды, Сталиннің сұмдықтарын ашқызды. Заңсыздықта тыйылып, тың көтердік жиылып, қамбаларға алтын астық құйылып. 64-ші жылдар келіп өзгерді, Хрущевтің жамандығын ел көрді. Елдің малын құртыпты, тау мен тасты жыртыпты, коммунизм құрамын деп қыртыпты. Диханы жас пен кәріміз, жүгері еттік бәріміз, сонда дағы жақсармады халіміз. 60-шы жылдар келген кез еді, ел басқарған Брежневтің өз еді. Хрущев алған байталды, Брежнев келіп қайтарды, арақ арзан, бәрімізді шайқады. Байтал жаққа бам салдық, съездерді қарсы алдық, Леонид Ильич жақсы адам деп жар салдық. 82-ші жылдар келіп өзгерді,
жамандығын ел көрді. Тоқырауға тап қылды, ашығуға шақ қылды, кеудесіне орден медаль тақтырды. Аралдың суын тауысты, әбден есі ауысты, күні жетіп тілмен жағы қарысты. 80-ші жылдар келген кез еді, ел басқарған Андроповтың өзі еді. Қатан тартып орнады, парақорды қолға алды, талай жемір қылмыс үшін қамалды. Бұлшыл сөзді доғарды, қылмыс аздап жоғалды, бірақ сорлы жең алмады ажалды. 85-ші жылдар келген кез еді, Черненкамыз тез бастық боп тез өлді. Сөйлегенде қырылдап, қосып көсі сырылдап, әрең жүрген бейшар екен бұрыннан. Қандай жынды сайлаған, қай жеріммен ойлаған, ер тағдырын картаға сап ойнаған. 85-ші жылдар келген кез еді, патша болған Горбачевтың өзі еді. Соңына ертіп жастарды қайта құру бастады, жеделдетіп алмақ болды Асқарды. Арақпенен айқасты, портографпен шайқасты, президент боп Кремльге жайғасты. 90-шы жылдар келіп өзгерді, Горбачевтың сорлы екенін көз көрді. Жең алмады арақты, СССР-ді таратты, КПСС-ті қара жерге қаратты. Қайта құру құрды, заман қайта бұрылды, Компартия бір бәлеге ұрынды. 20-шы ғасыр біттер кез болды, Қазақстан егеменді ел болды. Қайта келді дініміз, қайта шықты тіліміз, туымызбен қайта туды күніміз. Тәуелсіз елде ватандық, қолға тиіп бостандық, ғасыр соны жаңа заман басталды. Ғасыр соны заман қайта өзгерді, өзгерудің қиындығын көз көрді. Үйрен алмай нарыққа, еліміз жүр арықтап, бейтөреге сенім кетті халықта. Парламентті құрамыз, құру алып қуамыз, басқа жол жоқ белді бекен буамыз. Ғасыр бітті, жырда бітті, кез келді, жыр соңында тағда айтар сөз келді. Көсемдерде сенімсіз, шешендерде сенімсіз, бар тілегім тыныш болсын еліміз. Аман болса қазағым, талай жырды жазамын, бұл жыр бітті, енді несін созамын. Аман болса қазағым, талай жырды жазамын, бұл жыр бітті, енді несін созамын. Назарларыңызға рахмет. Егер осы ән ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркеліп отырыңыздар. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.